Лейтенант Дүйсенбаев. Құжаттарыңыз. Тұра тұршы, телефон тауып алайын. Мен сізден телефон сұраған жоқпын, құжаттарыңыз беріңіз. Тақылдай бермеш. Айтып тұрмын ғой саған. Телефон тауып алайын. Батя все решит. Түсініп ма? Азамат, сіздің мына жағдайыңыз күдікті тұрады. Сол үшін көлікке барып, тексерісте өтуіңізді сұраймыз. Сен попугайсың ба? Азамат, пазамат деп миды шіріттің ғой. Айттым ғой саған. Телефон тауып алайын. Азамат, қазір сіз көліктен түспесеңіз, сізді күштеп мәжбүрлеп түсіруге заңды түрде құқығыңыз бар. Сен құқық деп қоймадың ғой? Мен әкем кім екенін білесің ба сен? Кім? Щегол. Генерал Жандаров. Кімнің арқасында нан жеп жүргенін ұмытпасайсың. Жандаровтың баласы? Жандаровтың баласы болса. Нан жібермесе бізге хана білесің ба? Енді көріп тұрсың ғой, удай мас аяғынан әрең тұрып тұр. Мынау есірткі пайдаланған болса да мен таңғалмаймын. Бұндай мықтылардың балдарына жібермесек проблема болады қазір бізге, білесің ба? Жоқ. Заң бәрімізге бірдей. Братишка. Братишка деп үніңізге айтасыз, біз жол полициясымыз. Не істейтін болды соны, не шештік? Не шешкенде все, потребновый надо. Әйтпесе қазір мына жүрісімен жолда біреуді қағып өлтіріп кетсе, или құдай сақтасын, ДТП болса не болады? Балағай, ойнап болдыңдар ма? Әкеш бер кілтті. Кеттім мен. Кілтті беш, мегалқын қосып үйіне апарып тастайын. Тағы не істейміз? Мүмкін бесік жырнайып үйіне оқтатып кетеміз. Таптым телефон. Енді сендерге хана. Как ты тұр? Алло. Пап. Қайдасыздар? Әлі сол жақтасыздар ма? Мына жақта сіздің екі күшіктеріңіз ұстап алды. Мә, сөйлеш. Сөйлеспеймін дейді о. Мен сөйлес отыр. Да, господин генерал. Кімсің сен? Мен емес қой, мен өз қасымдағы бала ғой. Берші трубканы. Болды, қазір беремін. Сүреш мен. Я слушаю, господин генерал. Сен немені? Иығыңдағы жұлдызың көбейіп кетті ме? Мен бар болғаны лейтенантпын. Онда тыңда мені, капитан. Баланы жібере сал. Аға, балаңыз удай мас, аяғына тұра алмай тұр. Мен оны қалай жіберем? Өзіңіз адамгершілікпен қараңызшы. Мен ант берген кезде заң бұзушылыққа жол бермеймін дедім. Кешіріңіз, балаңызды бұндай күйде жібере алмаймын. Мен телефоныңыз. 024. Бізге подкрепление жеш. Алло. Сәлеметсіздер ме? Бұл жаңалықтар қызметі ма? Мұнда келе аласыздар ма? Сіздерге маңызды мәлімет бар. Аха. Ал сен қорқпа. Қазіргі уақытта әкесінің атағына тайраңдап жүретін заман емес. Заң бәрімізге ортақ. Егер мұнан мен дәл осы күйінше жібере салсам, мен өзімнің адамгершілігімнің алдында мен өзімді кешіре алмаймын. Маған жұмыстан шығып кету қорқынышты емес, маған өзімнің антымды бұзған қорқынышты. Сондықтан бұл күйінше жібере салмаймын, кімнің баласы болса да.